біздің ғана проблемамыз емес, бұл қоғамда бар проблема болса, біздің баламыз да дәл сол баланың қасында, сол ортасында білім алып жатыр, сол ортада өмір сүріп жатыр. Сондықтан біздің отбасымызда, біздің баламыздың басындағы психологиясында болмаған нәрсе болса да, бұл қоғамда бар болғандықтан, ол бізді бейжай қалдыра алмайды. Бәріміз бірдей осыған ат салысып күресу өте қажетті деп айтамыз. Енді жаңа бейнероликтарды көріп отырмыз, шынымен жаңа ой салатындай бейнероликтар деп айтамыз. Шындығында ана бұл ең бірінші қамқорлық, қауіпсіздіктің белгісі, кепілі деп есептелінеді, қауіпсіздік деп. Жаңа бейнероликтарды көріп отырмыз. Енді барлығына бірдей рецепт, жаңа осы тәрбиелеудің жолы, тура жолы жоқ. Шындығында барлық ата-ананың өзінің ішкі түйсігі болады. Әрбір баланың өзінің ерекшелігі бар деп айтамыз. Бірақ та екі ананы салыстыра отырып қарайтын болсақ, жаңа соңғы бейнероликта жаңа екінші ананың жалпы баламен сөйлесуіндегі махаббатын көруге болады да, әр нәрседе шектеу болу керек, шексіз, тіпті ақшаның өзінің қажеттілігінен асып кеткен жағдай болатын болса, онда ол түбі жақсылыққа апармайтынын, міндетті түрде оның нәтижесінде бір өкінішке соғатынын біз куә болып отырмыз да. Сондықтан кез келген нәрседе, психологияда айтады, кез келген нәрсе ол дейді. Мысалы, сүйіспеншіліктің өзін алатын болсақ та, ол шектен шығып кететін болса, оға айналады. Я болмаса қадағалаудың жоқтығы да гиперопека деп айтып жатамыз ғой. Сол қадағалаудың жетіспеуінде болып жатса, ол да өзінше бір оға айналатында сөзсіз. Сондықтан біз кәдімгі саналы мәдениетті ата-ана ретінде біз балаға міндетті түрде күнделікті көңіл күйіне, күнделікті жүріс-тұрысына, барлығына біз мән беріп отыруға тиістіміз. Өзіне мән беру деп айтсақ, яғни өзінің жеп отырған тамағы да дұрыс тамақтану деп айтайық. Я болмаса өзінің денсаулығына мән беру деп айтайық. Өзінің денсаулығына мән беретін ата-ана, өзінің тамағына, өзінің физиологиясына мән беретін ата-ана міндетті түрде балаға да мән береді. Сондықтан ең бірінші біз өзімізден бастау керек, біз өзіміздің тән саулығымыздан бастау керек. Біз шындығында жаңағыдай айтып өтті, жалпы бала құрсақта біткеннен бастап жаңағыдай ата-ана өзінің ана өзінің денсаулығына өте мән беру керек екені осыдан басталады. Бірақ бұл өмір бойы жалғасады да. Одан кейін екіншісі эмоционалды деңгей дейді. Жаңағы жерде біздер көріп отырып бірнеше суицидке ұшырап жатырған ситуацияны осыдан бұрынғы видеороликте көрдік қой. Сондықтан эмоционалды деңгей, ашумен жауап берме деп айтып жатады. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деп біздің қазақ халқы осындай нақыл сөзді бекерден-бекер айтпаған. Психология тілінде де жаңа айтып ашумен жауап беретін болсақ, я болмаса ренжіп қалатын болсақ, түрлі негативті эмоцияның, сезімнің деңгейінде тұрған кезінде біз дәл солай әрекет ететін болсақ, одан да сол кезде, дәл сол кезде көбірек үндемей, өзімізге үзіліс салып, артынан сәл бала да басылған кезеңде, я болмаса отағасы да басылған кезеңде әрі қарата сол мәселені шешуге әбден болады да. Өзімізді басқара алатын болсақ, біз баладан да дәл солай мән бере аламыз. Неге ашуланып тұр, неге ренжіп келді, неге өкпешіл болып отыр бала да. Сонда осыған мән берсек, біздер өзімізді тәрбиелеп алғаннан кейін, ағылшындарда бар ғой, баланы тәрбиелеме бәрібір ол сізге тартады дейді. Сондықтан ең бірінші біз өзімізді тәрбиелеген ана болатын болсақ, ол бізден сол үлгі алады, біздің мінез-құлқымызды дәл солай үлгі ретінде, модель ретінде қабылдайды да. Одан кейін интеллект деңгейі, үшіншісі үнемі біздер даму деңгейінде болу керекпіз. Ана бүгінгі күннің де қоғамда қандай мәселелер болады да, интеллектінде қыры өте көп. Мысалға тұлға аралық интеллект бар, тұлға ішілік интеллект бар. Сонда тұлға аралық дегеніміз бұл үйдегі баламен қарым-қатынастан бастап, отағасымен, қоғаммен қарым-қатынас дегенді бізден үлгі ретінде алады. Одан кейін тұлға ішілік қарым-қатынас, яғни әрбір тұлғаның ішінде өзіндік гармония болу керек. Біздерді жаңа айтып жатыр, енді жұмыс басты болып кетті ғой, шындығында бүгінгі таңда сол жұмыс бастылықта біздер басымдылықты неге береміз? Біріншісі бала тәрбиесіне береміз ба, әлде керісінше сол табыс табуға, материалдық дүниенің артынан қуып кетеміз бе деген екі сұрақ. Сондықтан осы жерде біз өзімізге басымдылықты анықтап алатын болсақ, біз өзімізбен өзіміз арпалыспаймыз. Яғни біз бала тәрбиесіне мән береміз десек, осы шешімді қабылдасақ, біз осыған еш өкінішсіз, еш стресссіз, депрессиясыз сол бала тәрбиесіне тікелей айналысамыз. Екінші деңгей ол рухани деңгей. Бұл жерде адамгершілік, бұл жерде имандылық жатыр. Сондықтан біз ол халқымызда келе жатырған жалпы жүрекке құйылған менталитеттен, санамен берілген нәрсені ол біз ұрпаққа жалғастыруға тиістіміз. Ол біз ата-бабамыздан алған нәрсе, мына жерде заманның озы бар, тозы бар деп бәрін жоюға ешқандай да құқымыз жоқ та. Сондықтан айтып кетті, Ақштар апамыз айтқандай, мен психология тілімен айтып жатсам, ол кісі енді барлығы осы әдеби өмірлік тәжірибесінде айтып кетті деп
нәрседе де баланс болу керек, баланың тәрбиесінде шектеу болу керек, баланы еркін таңдауға, шешім қабылдауға біз үйрету керекпіз. Ең бірінші біз баладағы бір сәтті жіберіп алмау керекпіз. Баланың қиналған сәті ата-ана мен баланың жақындасуының ең қолайлы сәті деп есептелінеді. Сондықтан бір проблема болса, біздер оған шошып қарамау керекпіз. Баланың жеке тұлғасына тиіспей, сол проблеманы шешуге қадамдар жасауға тиістіміз.